Қазақстан КВН одағында жалпы жайдарман маусымашарлары биыл 19-шы рет өтейін деп жатыр. Бірнеше атаулар болды. Жаңа маусым, жаңа бастама, армандастар, шығармашыл, түрлі маусымдар болды. Сол енді биыл тағы да бірнеше ұсыныс болған. Мүмкіндіктер маусымы, қайтадан сол біз енді мүмкіндікті де жалпы барлығына бірдей бір үміттендіріп қоятындай сондай маусымдар болған. Біз былтырғы жылы жалпы осы уақытқа шейін біраз деңгейге жеттік. Сондықтан биылғы маусымды өзімізше әдемі қылып өткізейік деп, әдемі маусым деп атағанды жөн көрдік. Командаларда әдемі болсын, айтқан әңгімесі, салған әзілдері, қимылдары бәрі әдемі болсын. Сондықтан да қалай айтамыз, жаңағы кішкене атауға да байланысты, солай өз-өзімізді соған қалай бейімдесек, сондай бір әдемі маусым болады деген үмітіміз бар. Биылғы маусымда енді жаңашылдық болған кезде командалардың саны көбейеді, ол жөнінде ақпаратты барлығы біліп отыр. Сонымен қатар командалармен бұрынғы командалар идея үшін немесе бір белгілі бос уақытын тиімді пайдалану үшін келсе, қазіргі көп командалар өздерінің болашақта қойған мақсаттарына сай сондай бір жоспармен келеді. Сондықтан да біз жоспарлы түрде әр командаға мейлінше халықтың аузында жүрген шығармашыл болашағынан біраз бір дүние жасай алатын топтармен шығармашыл келісімшартқа отырып бір ұсыныстар беретін боламыз. Яғни биылғы жылы тек қана ойын емес, сонымен қатар өздерінің бизнес идеясы бар, әсіресе шығармашылық бағытқа байланысты топтарға мүмкіндік беретін боламыз. Жалпы маусым бойы біздер білім алуға, ағартушылыққа көбірек жұмыс жасаймыз. Ол жерде тек қана жайдарманға қатысатын емес, жалпы жайдарманды ұйымдастыратындар, сонымен қатар осы басшылық құрамында осы білім алуға сондай жағдай жасауға тырысамыз. Тек қана Қазақстан емес, шетелден мамандар келіп оқытады. Тек қана алыс жақын шетел емес, сонымен қатар батыстан, сонау Америка құрама штаттарымен де сондай бір тығыз байланыста болады деген ойымыз бар. Енді бұл арқылы біз тек қана өзіміз ғана дамымай, осы өзге әсіресе аймақтарды дамыту мақсатында нақты мамандар шығаруға, нақты осы кәсібін білетін шығармашыл адамдарды дайындауға, соларға қолдауға сондай жұмыстар жасайтын боламыз. Біздің биылғы маусымдағы ерекшеліктің бірі осы болмақ. Ең басты дұрыс мақсат қоя білу, осы дүниеге қызықтың ба аяғына бару, қиыншылық болса шыдау, ең соңынан өзінің нәтижесін береді. Сондықтан баста бірінші идея, оны жүзеге асыру, оған шыдау, ең соңында жақсы нәтиже сізге де, бізде сонымен мақтан тұтатындай жақсы бір дүние шығару. Қымбатты жайдарманшылар, жайдарман сүйер қауым, ойнайтын, ұйымдастыратын, қолдайтын жайдарманшыларымыздың ата-анасы, достары, баршаңызды жаңа маусымның ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Әрине қуанышта болады, кішкене жеңілісте болады, мойымаңыздар. Жалпы өмір осынысымен қызық. Әрбір жеңіліс ол сіздер үшін тәжірибе болсын. Әрбір қуаныш, әрбір жеңіс сіздердің бір бақытты сәттеріңіз болсын. Әрбір сәтпен мақтаныңыздар. Жайдарман сіздер үшін тағы да маусымын ашпақ. Соған бәріміз бірге атсалысайық.